Қайырлы күн құрметті көрермендер. Мынау алма ағашында мынандай нәрселер, атпа бұтақтар деп айтсақ болады бұны. Бұның себептерінің бірі, өте қатты кесілген ағашта мынандайлар атпа тамырлар өте көп шығады. Мысалы биыл мынау кесілді, мысалы мына жердің көп атпа тамырлар шығады. Себебі өйткені мұның жапырағының массасы бар. Өйткені жер асты мен жер үстіндегі бөлігі кез келген ағаштардың біркелікті мөлшер ұстап тұрғысы келеді. Өйткені тамыры жоғарын қоректендіру керек, жоғарысы тамырға фотосинтез процесінде түрлі құрылыс материалдарын жіберу керек. Сол үшін мынандай міндеттерді күтіңіздер. Мынандай атпа тамырларды бірінші жыл кескеннен кейін бұлардың мүмкіндік болатын болса, қазір мысалы қыстың аяғы немесе көктем басы, оны жазда кесіп тастаған дұрыс мыналарды. Өйткені бұлар не үшін өседі? Бұларды ағаш өзінің айырылып қалған бөлшегін орнына қалпына келтіргісі келеді. Сол үшін атпа тамырлар жан-жақтан ататын болады. Бұлар көбінесе өнім салмайды, бірақ бұлардан болашақта бір бұдақ қалыптастыруға болады. Бірақ бұлар өте көп болғандықтан бұлардың көбін қалдыруға болмайды. Бұлардың негізі көп бөлігін кесіп алып тастау керек. Мен қазір дәл сонымен айналысқалы жатырмын.